Қайырлы күн, 8-ші сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы Танака меморандумы қаншалықты қауіпті болды деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге 1930 жылдардағы Жапонияның ішкі саясаты туралы сараптама жасаймыз және басқыншылық саясатын талдайтын боламыз. 1929 жылы Қытай сыны журналында жарияланған құжаттың көшірмесі дипломатиялық ортада қызу талқыға салынды. Мақалада құпия құжаттың 1927 жылдың 25 шілдесінде Жапония премьер-министрі Гейти Танаканың қолымен жазылып, императордың назарына ұсынылғаны айтылды. Құжатта Жапонияның басқыншылық жоспары егжей-тегжейлі баяндалғаны соншалықты, әлем жұртшылығы күншығыс елін Германия және Италия сияқты агрессор мемлекеттердің қатарына қосып қойды. 1946-1948 жылдардағы жапондық әскери қылмыскерлердің үстінен қозғалған Токио трибуналында Танака меморандумы нөмірі 169 дәлел ретінде ұсынылды. Жапонияның ресми билігі осынау құжаттың түпнұсқадан алынғанын әлі күнге дейін бекерге шығарады. Олай болса, Танака меморандумы құжатының ақиқат немесе жалғандығын сабақ барысында бірге анықтауға талпынып көрейік. Жапонияның ішкі саясаты. 20 ғасырдың басына Жапония Азия елдері арасында бірінші болып капиталистік даму жолына түсті. Табысты жүргізілген жаңғыртулар артта қалған феодалдық елді Азия аймағындағы жетекші мемлекетке айналдырды. Әйтсе де, 1929 жылғы әлемдік қаржы дағдарысы Жапонияға кері әсерін тигізді. Аграрлық сектордың өнімі жартылай, ал өнеркәсіп 30%-ға азайды. 1930 жылы жұмыссыздар саны 10 миллионнан асып кетті. Жапон тауарларының шетел нарығынан ығыстырыла бастауы кәсіпкерлердің басқа мемлекеттерге деген өшпенділігін тудырды. 1924 жылы ақш-та иммигранттардың санын шектеу туралы заңның қабылдануы жапондықтар арасында американдықтарға деген дұшпандық көзқарасты қалыптастырды. Елдегі қордаланған мәселелерді билік басындағылар шеше алмады. Сондықтан әскердегі офицерлер мен генералдар билікті өз қолдарына алып, күшті мемлекет құру қажеттігін түсінді. Нәтижесінде 1920 жылдың соңынан бастап үкімет басына генералдар келе бастады. Олар елді тығырықтан шығарудың жалғыз жолы көршілес мемлекеттерді жаулап алып, тұрғындарын арзан жұмыс күші ретінде пайдалану, шикізатын тонап, өз тауарларын өткізетін нарыққа айналдыру деп білді. 1938 жылы жалпыға бірдей ұлтты мобилизациялау туралы заңның қабылдануы өнеркәсіп пен көлік салаларына мемлекеттік бақылаудың орнатылғанын көрсетті. Бұқаралық ақпараттық құралдарға қатаң цензура енгізіліп, оппозициялық партиялардың көшбасшылары қуғынға ұшырады. Кез келген бас көтерулерге, шеруге шығуға тыйым салынды. Жұмыс уақыты ұзартылды. Демалыс күндері барлық азаматтар әскери дайындықтан өтуге міндеттелді. Кәсіподақтар ұлы Жапонияның патриоттық өнеркәсіптік қауымдастығына өзгертілді. 1940 жылы саяси партиялар таратылып, орнына таққа көмек қауымдастығы құрылды. Шовинистік үгіт ата-бабалар рухын дәріптеуге, императорға бағынуға, самурайлар намысын сақтауға шақырды. Жапондықтардың санасына Ямотаның жоғары нәсілінің ұрпақтары екені сіңіріліп, Азияға үстемдік етуді жаратушыдан берілген жарлық екені құлақтарына құйылды. Тапсырма. Тыңдалған ақпаратты қорыту үшін Жапонияның ішкі саясаты туралы талдау және қорытынды жасаңыздар. Жапонияның басқыншылық саясаты. 1930 жылдары Жапонияның сыртқы саясаттағы мақсаты қиыр шығыста үстемдікке ие болып, Тынық мұхитында ақш-тың ықпалын азайтуға бағытталды. Өзінің басқыншылық жоспарын жүзеге асыру және оңтүстік шығыс Азия елдерінің қолдауына ие болу үшін Жапония азиялықтар үшін деген ұранды көтерді.
жапондықтар өздерін бірегей ұлтқа балап, Азияны ақ адамдардың құлдығынан азат етушілеріміз деп есептеді. Жаулап алушылық науқанын бастар алдында Жапонияға қаруды алдымен кімге кезеу керегін анықтап алу қажет болды. Құрлық әскерінің басшылығы мен олармен байланысты өнеркәсіп орындарының иелері КССР-мен соғысу қажет деп есептесе, теңіз флотының басшылығы ақш-пен күш сынасуды жөн санады. Нәтижесінде ең әлсіз қарсылас Қытай таңдалып алынды. 1931 жылы Жапония Қытайдың солтүстік шығысындағы Манчжурия аумағын басып алды. Ұлттар лигасы тарапынан бұл басқыншылық қадамға теріс баға берілді. Ал Жапония болса аталған ұйым құрамынан шығып кетті. 1937 жылы Жапония қоғамында басқыншылық саясат пісіп жетілді. Сондықтан Жапон армиясы Қытайға кең көлемде шабуылды бастады. Аз уақыт ішінде Жапон әскері бүкіл оңтүстік Қытайды бағындырды. Алайда жапондықтардың бейбіт тұрғындар мен тұтқындарға деген қатыгездігі Қытай халқының рухын оятты. Жылдам жеңіске жетеміз деген жапондықтардың үміті үзілді және соғыс 1945 жылға дейін жалғасты. 1937 жылы Жапония Гитлерлік Германия мен коммунистік интернационал пактісіне қарсы құжатқа қол қойды. Бұл батысқа ашық қыр көрсетудің белгісі еді. Бірақ Батыс Еуропа ауыр экономикалық дағдарыстан есін жинай алмай жатқандықтан, алыстағы Жапонияның әрекетіне қатқыл жауап бере алмады. 1939 жылы Квантун армиясы Монғолия аумағына басып кірді. Монғолия Кеңестер одағымен жылы қарым-қатынаста болғандықтан, алып көршісінен көмек сұрады. Қызыл армияның күшімен Жапон әскері Халхингол өзені бойында қатты жеңіліске ұшырап, шегінуге мәжбүр болды. Тапсырма. Тыңдалған ақпаратты қорыту үшін Жапонияның басқыншылық саясаты туралы талдау және қорытынды жасаңыздар. Алған білімімізді бекіту үшін тест тапсырмаларын орындайық. Дұрыс жауабын табыңыздар. Үйге тапсырма. Екі дүниежүзілік соғыс аралығында Жапонияның саяси өмірінде көрініс тапқан авторитарлық немесе тоталитарлық белгілерді кестеде көрсетіңіздер.